Түркістан қаласының тұрғыны Абдусаттар Диметов деген көкеміз редакциямызға хабарласты. Айтуынша 2006 жылғы шешімі бар жерін 2020 жылы сот арқылы басқа азамат алып қойған. Келтірілген уәждерді оқи келе мемлекеттік актісі бар жердің картаға орналасуы өзгергенін байқадық. Сотта кадастрдың мәселенің оң шешімін табуға тырыспағандығының нәтижесінде бұл кісі үйсіз қалып отыр. Екі участке алғанмын. 2006 жылы ма? 2006 жылы. Міне бүгінгі күнге дейін бау. Мен босақты ағамның үстіге басқа біреулерге келісіп, тіл табып, менің үстіме менен 2 ай кейін босақты берген оған. Сөйтіп менің жерімді оған хат жіберген. Ендігі мәселе сот орындаушылар үй иесі Акбар Диметовті мәжбүрлі түрде сот орындаушылар палатасына алдыруында болып отыр. Заңды өкілі болған әкесіне сот орындаушы не себепті айтпай, хат арқылы толық түсіндірмей отырғандығын бұл кісілерге беймәлім. Бұл істің шешімін, заңдылығын, адамгершілігін кім анықтап береді екен? Әлде сот шешімі бар деп шарасыз, үйсіз қалдырамыз ба?